Бәріне сәлем, сіздермен қысқаша кино. Бүгін біз 2019 жылғы анимациялық комедияның сюжетін талдаймыз. Еркелеткен күшік Ханзада төбедегі үлкен үйде тұрады. Күн сайын таңертең Ханзаданы Джеймс қарайды. Еркек күшік кәдімгі көбелекті көргенде қорқып секіреді. Жылжымайтын мүлік иесі Сара Бандербуттың жақын туыстары қалмады және ешқашан бала болмады. Сондықтан ол Ханзадаға туған ұлындай қарады. Күшікті күтушіден басқа бірнеше қызметші, оның ішінде психолог пен стилист күтеді. Ханзада үй иесімен бірге спада демалады. Содан кейін зәулім үйдің жанындағы үлкен бассейнде жүзеді. Күшік өз ісін көгалда жасағаннан кейін Джеймс иттің иісін жақсы сезіну үшін әр жолы оның артына әтір себеді. Ханзада пиццаны жақсы көреді, сондықтан Сара оны түскі асқа жиі тапсырыс береді. Бірақ кемпір қайтыс болғанда бәрі өзгереді. Оның ұятсыз жиендері Нарберт пен Клэр көп жылдар бойы тәтесін көрмеген зәулім үйге бірден келеді. Ал олар қайтыс болған туысы үшін қатты қайғырып тұрғандай кейіп танытады. Тесінің үлкен байлық қалдырғанын түсінген екеуі болашақ миллиондарын санасында санайды. Содан кейін олар оның жүнді үй жануарын байқап, итті бірден көшеге лақтырып жібереді. Нарберт жүк көлігіне қайтыс болған үй иесінің пайдасыз қоқыстарын, соның ішінде күшіктің ойыншықтарын тастайды. Ал Ханзада оларды байқап фургонға секіреді. Бұл дереу жабылып полигонға кетеді. Адвокат Магбен Нарберт пен Клэрге марқұмның Сараның өсиетін жариялайды. Екеуі Ханзадаға қамқорлық жасап қана қоймай, онымен дос болып қалса, оны бүкіл байлығын ала алады. Ерлі-зайыптылар жануарларды жек көретініне қарамастан, олар итке жақындауға мәжбүр болады. Әйтпесе олар үлкен байлықтан бір тиын да алмайды. Ал Магбен оларға бір апта береді. Әрине, мұраны алғаннан кейін қаскөй туыстары Ханзаданы ит питомнигіне бермекші. Бұл арада күшік иесінің сүйікті заттарын тауып алып, оның қайтыс болғанын қорқынышпен түсінеді. Күтпеген жерден жүргізуші жолға жүгіріп шыққан тиынның кесірінен кенет көлігін бұрып тоқтап қалғанда, Ханзада жүк көлігінің артқы жағынан ұшып кетті. Күшік түні бойы ұйықтап жатқан қуыс ағашқа кептеліп қалады. Тиындар таңертең күшікті тауып алып, оны сүйреп шығарады. Сол себепті олардың жаңғақтардың бір жылдық қоры сыртқа шашылып қалады. Ашулы тиындар күшікті басып алып, оны қорлап, күшіктің мойнындағы реммен жұлып алады. Бірақ бақытымызға орай күшік қашып үлгереді. Күшік көп ұзамай жақын маңдағы қалаға кетеді. Ол жерден тамақ иесін сезіп, шұжық таситын көлікке мінеді. Ол жай ғана роумингтегі питбул Рози бәсекелестің пайда болғанына риза емес. Иттер шумы жүргізушінің назарын аударады. Содан кейін екеуі де қашуға мәжбүр болады. Ханзада скутердің дөңгелегінің астына түсіп кете жаздады. Оның рөлінде пицца жүргізушісі Зои Бейл болды. Рози пиццаны алып қашып кетеді, ал Ханзада оның артынан жүгіріп келеді. Норберт пен Клэр еш жерден итті таба алмайды. Сондықтан олар жануарларды іздеу жөніндегі маман Турман Санческе барады. Кәсіпқой жануардың тұқымы мен мөлшерін тез анықтайды және 2 күннен кейін күшікті тауып алатынына уәде береді. Ханзада Розидің ормандағы жасырынған жеріне еріп барады. Ол жерде сілекей ағып, питбулдың пицца жеп жатқанын көреді. Ал тиындар жинаған азығын бұзған күшіктен қалай кек алу керектігін ойлайды. Пиццария иесі Зойдан иттер ұрлаған пиццаны ақысын төлеуге мәжбүрлейді. Содан кейін қыз өзі жалдап тұрған пәтерге оралады. Зой ән айтуды, гитарада ойнауды және атақты орындаушы болуды армандайды. Ол бірнеше күннен кейін өтетін музыкалық таланттар байқауына бар ынтасымен дайындалады. Рози пиццасын жеп болғаннан кейін күшіктің ізінен қалмағанын көріп, оны ит алаңына апарып, жергілікті тұрғындармен араластырып, олардан үйге қалай жетуге болатынын сұрайды. Ханзаданы таңғалдырғаны ауладағы иттер бірден жаңадан келген иттерді иіскей бастағаны және оның бөксесінен иіс су шыққанына таңғалады. Жігіттер нағыз иттер бөксесін қалай тазалап жатқанын көрсетеді. Содан кейін Ханзада үлгі алып, одан үлкен ләззат алады. Иттер жоғалған итпен араласқысы келмейді және Ханзадаға біреу тоқтап, алып кету үшін аянышпен тікелей жолға шығуға кеңес береді. Күшік үлкен серіктестерінің кеңесіне құлақ асады және оның алдында Зой тоқтағанша көл қағып кете жаздайды. Ол итті пицца ұры деп бірден таниды. Мейірімді қыз итті аяп үйіне алып барады. Оны босағасында пәтер иесі қарсы алады. Ол жануарларды ұстауға қатаң тыйым салады және Зояға аптаның соңына дейін жалдау ақысы төлемесе, заттарымен бірге көшеге шығатынын еске салады. Қыз күшікке кеспе сорпасын береді, бірақ Ханзада жағымсыз нәрсені жеуден бас тартады және оның орнына кілемді бөксесімен сүйреп жоғары көтеріледі. Қыз оны мүлдем ұнатпады және ауласына шығарып жібереді. Рози бірден келіп, кеспенің бәрін жейді. Ит бұл күшікке бірнеше қорап Зояның пиццасының орнына көшеде аман қалуды үйретуге уәде береді. Ханзада оны паналатқан мейірімді қыздың пиццасын ұрлағысы келмейді. Сондықтан Рози кетуге мәжбүр. Бірнеше жауыз мысықтарды көргенде күшік аянышты түрде есікті тырнап
ұстап алады, ал Зоя оны ішке кіргізеді. Екеуі бірге ойнайды, гитарамен ән айтады. Бірге тамаша суретке түседі. Зоя Ханзадаға қаңғыбас ит деп қателеспеу үшін әдемі қарғыбау тоқиды. Қыз таңертең Ханзаданы ит қонатын жерге қалдырып жұмысқа кетеді. Күшік жігіттермен әлемдегі ең жақсы иесін тапқанын айтады. Осы кезде тиындар пайда болып, Ханзадаға тағы да шабуыл жасайды. Бірақ қалған иттер оны шақтайды. Өтіп бара жатқан Турман іздеуде жүрген күшікті байқайды. Бірақ әбірге түсіп, оның орнына Ханзаданың ремені бар тиынды ұстап алады. Турман тиындардан күшікті ұстауға көмектесуін сұрайды. Оның орнына бір топ жаңғақ ұсынады. Ханзада Зоямен бірге кешке үйге келеді. Таңертең жұмысқа кетіп бара жатқанда Зоя Ханзаданы пәтерде қалдыруын шешеді. Алайда қыз табалдырықтан аттаған бойда арамза тиындар ішке кіріп, үйіне нағыз тәртіпсіздік жасайды. Содан кейін олар Ханзаданы шкафқа қамап тастайды. Қайтып келген Зоя жан түршігерлік тәртіпсіздікпен сынған гитараны көргенде шошып кетеді. Онсыз ол байқауда өнер көрсете алмайды. Ғимараттың иесі артынан келіп, қызды пәтерден осы жайттерге байланысты қуып жібереді. Сонымен қатар ер адам Ханзаданы ұстап алып, ит питомнигіне жібереді. Олардың бірінде Розиді көреді. Адамдарға сенуге болмайтынын түсіндіреді. Ол бірнеше жыл бұрын адамдардың үйінде бақытты өмір сүргенін, үй иелерінің ұлы жолға жүгіріп шыққанда Рози өзіне қауіп төнсе де баланы құтқарғанын, үй иелері Розиді кішкентайға шабуыл жасады деп, оны көшеге қуып жіберді деп шешеді. Ханзада Зоиды асыға күтеді, бірақ оның орнына Турман пайда болып, күшіктің жағасын жұлып алып, итті өзімен бірге алып кетеді. Зоя ізімен келеді, бірақ оның үй жануары енді жоқ. Рози басқа иттермен бірге бейшара қызға көмектесуге шешеді. Бұл жерден қалай шығу керектігін анықтау ғана қалды. Турман күшігін үйіне қайтарады. Ол оған кейінірек ақша төлеймін деп уәде беріп, есікті тарс жауып алады. Бұл оны ашуландырады. Кемпір питомникке келгенде Рози оған үреді және оны барлық торларда ашуға мәжбүр етеді. Рози Ханзаданың ременін алып, қалған иттермен бірге шығып кетеді. Зоя күшіктің жоғалып кеткені туралы хабарландыру ілгенін жерге асығады. Рози жергілікті иттерден көмек сұрайды. Содан кейін Зояға Ханзаданың ременін көрсетеді. Қыз иттердің үй жануарларының қайдан іздеу керектігін білетінін түсініп, олардың соңынан еруге асығады. Магбин зәулім үйге келгенде Норберт пен Клэр адвокатқа Ханзадамен жақсы дос болдық деп өтірік айтады және оны қағаздарға қол қоюын айтады. Бұл арада Зоя босағада пайда болады. Ол Джеймске үй жануарын іздеп жүргенін түсіндіруге тырысады және Ханзадамен бірге түскен суретін көрсетеді. Турман тиындарға зәулім үйге кіріп, оны алдаған клиенттерінен күшікті ұрлауға көндіреді. Ал иттер өздерін дұрыс емесін түсініп, кеміргіштердің ізімен жүреді. Адвокат өсиетке қол қойдырайын деп жатқанда, Джеймс пен Зоя бөлмеге кіреді. Қыз Ханзада бір апта бұрын тапқанын, содан бері оған қамқор болғанын және оны үйіне апарғысы келетінін түсіндіреді. Турман артынан келіп, күшікті ұстағаны үшін төлем талап етеді. Адвокат Норберт пен Клэрдің алдағанын түсінеді және жылжымайтын мүлік құжаттарынан қол қоюдан бас тартады. Осы кезде тиындар пайда болып, олардың жолын кесуге тырысқан иттерге қарамастан үйдің ішін қиратады. Иттердің бірі Ханзадаға қиянат жасамақшы болған тиынды көреді. Рози тиындарды тез орнына қойып, оларды қуып жібереді. Ханзадаға оның ең жақсы иесі міндетті түрде үй жануарына қатты алаңдағанын және іздеуге көп күш жұмсағанын Зояны түсіндіреді. Розидің өзі адамның сүйіспеншілігін әлдеқашан ұмытып кеткен. Ақыры сүйіспеншілікке толы және қамқор қожайындардың қандай болатынын есіне алады. Болған оқиғадан кейін Магбин Ханзадаға оның қожайыны кім болатынын таңдауды ұсынады. Норберт пен Турман күшіктің атын айтып шақырады. Бірақ күшік қарғыбауын алып Зояға барады. Адвокат Ханзадаға оның жақсы көретін адамын тапқанын айтады. Сондықтан марқұм Сараның өсиетіне сәйкес оның бүкіл байлығы Зояға өтеді. Кенетте миллионер болған қыз зәулім үйдің жанына үлкен ит саябағын құрып, оны Сараның есімін атайды. Ашылу салтанатында Зоя өзінің орындауын итімен бірге келген музыкалық продюсердің назарын аударады. Ал қанағаттанған Рози Джеймстің қасында отырады. Ал қалған иттер толығымен шығып кетеді. Көргендеріңіз үшін рахмет.